Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі тұшпараның, яғни пельменнің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Салқын суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып араластырып, илектен өткізілген ұнымызды салып, орташа қатты етіп қамырымызды илейміз. Қамырымыздың илеуі қанғанша 25-30 минутқа қойып қоямыз. Оға дейін салмасын жасаймыз. Салмасына фарш, құйрық май турадым. Содан соң пиязды майдалап тураймыз. Дәміне қарай бұрыштарымыз, тұзымызды сеуіп, кішкене май, сұйық май, жылы су құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 30 минуттай тұрды. Енді қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамырымызға ұн сеуіп, айналдыра дөңгелетіп шығамыз. Қамырымыздың көлемі үлкейе бастағанда оқтауға орай отырып жая бастаймыз. Ортасын көп баспаймыз. Оқтаудың екі шетін көбірек басыңқарап жаямыз. Қамырды айналдыра отырып жайып отырамыз. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай қатпарлап қойып кесеміз. Кесілген қамырларымызға салмамызды салып, дәл видеодағыдай тұшпараларымызды түйіп шығамыз. Пельменімізді пісіретін ыдысымызға су толтырып, газге қойып, тұз сеуіп, суымызды қайнатамыз. Қайнап тұрған суға осылай пельмендерімізді салып, қайнаған кезінде мұздай су құйып, түсіріп аламыз. Пельмендеріміз өте дәмді болып шықты. Осылай кішкене май құйып, араластырып, құрғақ күйінде немесе сорпалап ішсеңіздер болады.